Алың ел бізді өлең төгеттеп тұр. Ендеше төксін еліп, төксін өлең шелектеп тіл. Мен емес шегір көзді айт деп отсың. Айт десең мен айтайын деректі өткір. Там есеттен бастайын әңгімемді. Шегір көзден бастамай дедектеп құр. Батырдың өлер алды өсиеті біздерге рухани қорек боп тұр. Аяғымды қаратып Ресейге жерлеңдер деген бабам өжеттеп біл. Өлсемде орыстарды табаныммен тіреп жатам деген ой зеректеп біл. Сол есеттің ізін қылған көті бардың есеті де өзгеден еректеп біл. Олдағы өмір бойы орыстармен соғысқаны тарихи дерек боп тұр. Есеттің ерлігін тек айтқам жоқ, оған мына жағдай себеп боп тұр. Сен айтпақшы шегір көз қаптады елде, санағандар миллионнан көбеттеп тұр. Тосқауылды қоймасақ дер кезінде тағы да соншама ұрыс келет деп тұр. Кімнен қандай көмекті істейтұғын бір амал таба алмастан қайран жұртым қазағым безектеп тұр. 300-імнен 300-імді орыстан құтқаратын 3-ші Есет Батыр керек боп тұр. Жаратқан пендесінен сынақ алар, сынақ алса қорғаның дұға болар. Ол рас орыстарды пайдаланып байып жатыр пәтерші ғұламалар. Пәтер құны 500 мың болды дейсің, жай ғой бұл ел ішіне сынақ ағар. Шеттен келген қашақтарға бәрібір ғой, миллион сұрасаң да тұрады олар. Қиналатын өзіміздің қазақтар ғой, соны неге ұқпайды дүбәралар. Қандастарын пәтерден қуып шыққан байлардан қандай адал мұрағалар. Орнына көк көздерді кіргізуде ақша үшін батуда күнәға бар. Арсыз халық болмаған қазақ мұндай келсе де қандай ауыр сірә зауал. Ол түгіл ашаршылық жылдарында жарты құртты бөліп жеп шыдады олар. Өзімді ал, елімді аман сақтап қал деп жаратқанға жалынып жылады олар. Сондықтан да тарихтан тәлім алып, кез келді ашкөздіктен тына қалар. Бабамыз аштан өлсе өлген шығар, ақшадан өлмеп еді бірақ олар.